Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы материалға сәйкес киім формасына ізденіс жасау. Жалпы бізде клиентпен жұмыс жасаған кезде бізге өзі материалды алып келуі мүмкін, немесе оның сыртқы келбетіне қарап, оның сұранысына қарап біз материалды таңдап аламыз. Соған қарап біз өзіне формасына сәйкес келетін, түсіне сәйкес келетін материалды таңдап аламыз. Жалпы киім формасына ізденіс жасау бұл белгілі бір мата түріне сай пішім, конструкция және сәндік элементтерді таңдау арқылы сәнді, қолайлы әрі эстетикалық киім үлгісін жасау процесі болып табылады. Жалпы матаның құрылымын, қасиетін ескере отырып киімді пішімін табамыз. Киімнің функциялық, эстетикалық талаптарға сай болуын қамтамасыз етеміз. Авторлық ойды материал арқылы дәл жеткізу біздің басты мақсатымыз болып табылады. Жалпы матаның киім пішіміне әсері: матаның қалыңдығы, серпімділігі, түсі, текстурасы киім формасына тікелей әсер етеді. Жалпы жұмсақ маталар ағып тұратын пішімдерге, қатты маталар құрылымды, нақты формадағы киімдерге лайықты болып келеді екен. Жалпы ізденіс жолдары бұл эскиздермен коллаждар жасау. Яғни коллаждар дегеніміз бір бетте бірнеше түстерді, матаның түсін киімді қою арқылы жасаймыз. Яғни бір-бірімен салыстыру арқылы қай түспен тура келеді, немесе оларды қою арқылы анықтап аламыз. Технологиялық сынақтар жүргізу, яғни оның технологиялық конструкциялық формаларын шығару алдында оны міндетті түрде матасына қарап жасауымыз керек. Макет тігу арқылы форманы зерттеу, яғни макет тігу арқылы біз алдында шыт матадан пішу арқылы, біз макетін шығару арқылы, жағы манекенге кигізу арқылы біз барлық өзінің кем тұстарын көрдік қой. Сол арқылы біз әрі реттеп аламыз. Матаны бүктеу, пішу тәсілдерін қолдану, яғни матамен жұмыс ары қарай процесі жалғасып кетеді. Жалпы қорытындылай келе, материалға сай киім пішімін таңдау бұл дизайнердің кәсіби шеберлігін, талғамын көрсететін маңызды процесс болып табылады. Ол киімнің сапасына, ыңғайлығына және эстетикасына тікелей әсер етеді. Жалпы біздің клиентіміздің өзінің ішкі жан дүниесімен, өзіне талғампаздығына сай келетін киімді таңдау бұл біздің басты мақсатымыз. Стилист ретінде, дизайнер ретінде, тігінші ретінде біздің ең бірінші ұстанатын мақсатымыз осы. Жалпы бүгінгі сабақтың мән мағынасы осылай. Жалпы сіздерге тапсырма ретінде осы менің жазған анықтамаларымды дәптерге түсіріп жазып алуды ұсынамын, және де онлайн тапсырмаға осы жазған лекциямызды түсіріп жібереміз. Бүгінгі онлайн сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.